Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша қарсы мәндес сын есімдер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Ортақ тақырып бала тоқтар. Бүгінгі оқу мақсатымыз дерек көздерден мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта, диаграмма сияқты қажетті ақпараттарды табу. Кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәтін бойынша анықтап, ақпаратты қорытындылау және бағалау. Дескрипторы: оқыған мәтінге қарсы қосымша ақпаратты дерек көздерден табамыз. Қарсы мәнді сын есімдерді білеміз. Балалар, біздің ортақ тақырыбымызға байланысты ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтің өмірбаянын оқып танысыңдар. Оқулықтың 92-ші бетіндегі 38-ші жаттығу. Мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп алыңдар. Тоқтар Әубәкіров туралы мәтінде айтылмаған ақпараттарды қосымша дерек көздерден біліп ал. Ендеше тақырыбымызға байланысты бейне жазбаны тамашалайық. Аға, қазір қай тақырыпта жаттығамыз? Қарсы мәндес сын есімдерді көрейік. Мен сын есімдерді білемін. Олар заттың түрін, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмді алма. Жарайсың. Мұны білгенің жақсы. Ал енді үлкен, дәмді сөздеріне қарама-қарсы мағыналы сын есімдерді білесің бе? Иә, үлкен алмаға кішкентай алманы, дәмді алмаға дәмсіз алманы қарама-қарсы мағыналы деуге болады. Мәне, осындай мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер деп атайды. Аға, қызыл және жасыл сөздері бір-біріне қарсы мәндес сын есімдер ме? Жоқ, Дана. Түс атауларының ішінде ақ пен қара ғана қарсы мәндес сын есімдер болады. Ал қалғандары осы екеуінің арасындағы түстер болып есептеледі. Түсінікті. Ендеше, мына тапсырманы орындайық. Әр суретте бейнеленген екі нәрсенің бойындағы қарама-қарсы сын есімді тауып, айтуымыз керек. Қоян қорқақ, арыстан айбатты. Қауырсын жеңіл, ал тас ауыр. Піл үлкен, ал тышқан кішкентай. Шырша мен қайың, қайың биік, ал шырша аласа. Түйе ірі, қой ұсақ жануар. Жылқы асау, қой момын болады. Қар ақ, көмір қара. Қыс суық, жаз ыстық. Мінекей балалар, біз қарсы мәнді сын есімдер туралы білдік. Ендеше оқулықтың 93-ші бетіндегі 39-ші жаттығуға назар аударыңдар. Мақал-мәтелдердің қатесін түзеп жаз. Үлкен кісі қостар, кіші кісі бастар. Бұл жердегі қатені дұрыстаймыз. Және де сын есімдерді тауып, олардың мағынасына назар аударамыз. Үлкен кісі бастар, кіші кісі қостар болады. Енді бұл жердегі сын есімдерді табайық. Қандай? Үлкен. Қандай? Кіші. Мінекей, біз сын есімдерді таптық. Енді бұлардың мағыналары бір-біріне
қарама-қарсы келеді: үлкен, кіші. тура осындай сияқты қалған мақал-мәтелдерді де қатесін дұрыстап, сын есімдерді тауып жазамыз. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы. Оқулықтың 94-ші бетіндегі 43-ші жаттығу. Мағынасы жуық сын есімдерді бір бөлек, қарсы мәнді сын есімдерді бір бөлек топтастыр. Неліктен солай топтастырғаныңды дәлелде. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.